Күш пен жігерді, ептілік пен мықтылықты қажет ететін гір спорты Бөрлі ауданында қарқынды дамып келеді. Бұл спорт түрінен өңірде талай мықтыларда шығып, аудан намысын облыстық, республикалық дәрежеде лайықты қорғап жүр. Жуырда Бөрлі ауданында гір спортынан ерлер және жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында облыстық жеке командалық чемпионат өтті. Ел чемпионатына жолдама үшін күрес Орал, Ақсай қалалары мен Шыңғырлау, Бөрлі және Бәйтерек аудандарының командалары арасында жүргізілді. Байрақты бәсекеде ұлдармен қатар қыздарда күш қуаты мен ептілігін сынға салды. Сайыстар 13 салмақ дәрежесі бойынша ұйымдастырылды. Бүгін таңда осы Батыс Қазақстан облысында осы жеке көшбасын бастап тұрған осы Ақсай қаласының спортшылары, яғни айта кететін болсақ, Иманалиев, Қанат, Сұлтанов, Арман деген спортшыларымыз бар. Және де жас спортшылар шығып жатыр. Яғни осы биік белестерден көрсетіп, орындарға ілігеді деген үміттеміз. Іріктеу сынына спортшылар тыңғылықты әзірлікпен келгені байқалды. Өйткені әр сайыс тартысқа толы болды. Осы ретте жарысқа қатысушылардың қатарында облыстық және республикалық чемпионаттардың үздіктерінде көруге болатын еді. Облыстың 8-дүркін чемпионымын. 2016 жылы Қостанай қаласында болған Қазақстан Республикасы жеңімпазы боламын. Бүгінгі жарыс өте жақсы өтіп жатыр. Ақсай қаласында чемпионат отбор болып жатыр екен. Бүгінгі қатысушыларға сәттілік тілеймін. Жалпы командалық есепте Шыңғырлау ауданының атлеттері қарсыластарынан басым екендігін дәлелдеп, турнир жеңімпаздары атанды. Олардың артында Орал қаласы мен Бөрлі ауданының командалары жүлделі орындарды өзара бөлісті. Жарыс жеңімпаздары өңірдің құрамасына еніп, ақпан айында Ақтөбе қаласында өтетін ел чемпионатына облыс намысын қорғайтын болады. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинник, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.